Мылқаудың мұңы. Майтабанның жайлауындағы жалғыз үйдің мама ағашына еңгезердей еркек ат байлап жатты. Киіз үйдің жабығынан қарап тұрған Ақ-Дидардың денесі дір ете түсті. Бұл өзінің жалғыздығынан қорыққаны ма, жоқ еркектің суыт жүрісінен сескенгені ме, не болмаса келе жатқан сұмдықтың хабаршысы ма, кім білген? Бойжеткен естерін білмей төрге бір, есікке бір жүгіре берді. Сөйтіп тұрғанда жаңағы еркек есіктен басын сұқты да: «Кім бар-ау?» деді зор даусымен. Ай-Дидар есіктің оң жағында тұрған. Үй ішінің ала-көлеңкесінен сырттан кірген адам оны байқамайтындай еді. Еркек еңкейіп табалдырықтан аттады. «Үйде біреу бар ма?» деп жан-жағына қарады. Состиып тұрған әйел бейнесін байқап: «Есенсіздер ме?» деп амандасып басын изеді де, рұқсат сұрамастан аяқ киімін шешіп, бұрышқа торсылдатып лақтыра бастады. Содан белін жазып тұрды да басындағы күнқағар мен күртешесін керегенің басына ілді. Бұрылып, әлі сол орнынан қозғалмаған бейнеге бұрылды. «Үйге келген кісіге төрге шығыңыз демей ме екен?» деп тепсініп, жауап күтпестен-ақ көрпешенің ортасына барып малдасын құрып жайғасты. Енді үй іші алан-көлеңкеге көз үйрене бастады ғой дегенде манағы бейненің қыз бала екенін байқап: «Шырағым, неғып әлі тұрсың қаққан қазықтай болып? Сусының бар ма?» деді жуан дауыспен. Өзі жан-жағын шолып шықты. Шұпынлау шопан үйіне бас сұққанын түсінді. Дұрыс екен, бай қойшының үйінен адам үзілмейді. Менің көп көзіне түспегенім дұрыс. Мына жер бірер жеті тұруыма жарар деп іштей ойлап, есік түбінде әлі қазық шақа қайған қызға таңырқап қарап: «Әй, сен қыздың құлағың тілің бар ма? Немесе мені неғып жүрген көк аты деп менсінбей тұрсың ба?» деді тағы. Шақырусыз келген еркектің аузы мен қас-қабағының қимылынан бірдеңе сұрап тұрғанын сезген Ай-Дидар екі қолын жайып көзі күлімдеп: «Не сұрайсыз?» дегенді ишарамен білдірді. Еркек сонда барып қыздың мылқау екенін түсінді. Түңліктен түскен безіндей күннің сәулесімен қыздың жүзі албырап, көзінен үрей ұшқыны байқалды. Тоқпақтай бұрымы иығынан асып, жамбасын соғады. Абай айтқандай, қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, қасы қарлығаштан қанатындай, шарасы кең жанардың тұңғиығында үрей, қалың кірпік астынан еркекке күдікпен қарап тұрғандай. Ұшы ұзыншалау келген қыр мұрнының астында шиедей қызыл ерін үлбірейді. «Ойбай-ау, осынша сұлулық берген шебер Құдайдың саған тіл бермегенін айтам-ау?» деп таңқалды еркек. Сөйтіп күбірледі де қолмен мегзеп: «Маған сусын әкеліп бер» деп белгі жасады. Қыз басын изеп бұрыштағы асаталдан кесе қапты ашып ішінен тостағын алды. Оны орамалмен жылдам сүртіп жіберіп, босағадағы күбіден айран құйып еркекке ұсынды. Көзінде сол үрей әлі жуылмаған, осы көлденең көк аттыны жаны қалып тұрмағандай. Көңіл түкпірінде бейтаныстан жаманшылық күтетіндей. Тостақты қонаққа ұсына салып, лып етіп есікке бұрылды. Сәмбі талдай солқылдаған дененің әсем қимылы еркектің әлдебір сезімінің тиегін ағытып жібергендей сезілді. Айранды басына көтеріп іштегі жынын басқан еркек тездетіп орнынан тұрды да есік түбінде состиып тұрған қыздың жанына жетіп барып, білегінен шап беріп ұстай алды. Қыз шошып кетіп, өз тілінде бақ ете қалды. Қызды қатты шошытпайын деді ме, әлде маңайында басқа жанның бар жоғын анықтап алғысы келді ме? Босатқан тостақты қыздың қолына ұстата салып сыртқа беттеді. Зәресі ұшқан Ай-Дидар тостақты құшақтаған күйі төрден бір-ақ шықты. Қонақтың сыртқа шығып кеткенін ол сусын ішіп алып аттанғалы шықты деп түсініп, тостағын орнына қойып, есіктен сыртқа көз салды. Еркек үйді айнала қарап жүр екен. Жапандағы жалғыз үйдің маңында мылқау қыздан басқа тірі жан жоғын білген еркектің басына сумаңдаған суық ой келді. Ұстарамен қырғызған басын төбесіне тура түскен күн күйдіріп барады. Көкке жақтырмай қарады да қолмен басын бір сипады. Белдеуде тұрған ат осқырынды. Біреу-міреу келіп қалды ма деп еркек жан-жағына шошына қарады. Ешкім көрінбейді.
маңай мүлгіген тыныштық. Тіпті үй маңында жүрген ит екеш ит те көрінбейді. Бойжеткен есік алдына шығып өзіне қарап тұр екен. Жылқы соны көріп осқырынса керек. Еркек аяғын еріне басып алшаңдап үйге беттеді. Оның мынау марғау жүрісі жас қызға тыныштық әкелгендей. Қыздың жанына келіп, «Әкең қайда?» деп сақалын сығымдап көрсетті. Мылқаудың тілін түсінгеніне қайран қалған қыз әкесін мал жайлап кетті деп ұқтырды. «Шешең қайда?» деп қолмен басына орамал салғандай сұрады. Қыз тамақ алуға ауылға кетті деп қолын алысқа сермеп көрсетті. Өздері елден соншама жырақта көшіп-қонып жүріп кісі киік болып кеткендей. Алда-жалда біреу ат басын бұрып қалса шаруасы әкесінде болып, ары кетсе шешесінің бір кесе шайын ішіп жөніне жоғалатын. Келімді-кетімдінің көбі мал маманы мен басшылар. Көктемде мал төлдетуге көмекке сақпаншылар келеді. Мынау бір өмір көрмеген адамы. Тұлғасы таудай, басы келдей, аяғын алшаң-алшаң басады. Бағана білегінен ұстап алғанда шошып қап еді. Артынан жөн сұраған екен ғой деп тынышталды. Кететін шығар деп ойлады. Есік алдына шығып қарап тұрған содан. Қызға жақындаған дәу еркек. Ойпырмайдың әдемісін-ай, құлақ жоқ, тіл жоқ, осынша көркемдікті бере салғанын-ай, мына сұлулықпен дені сау болса баяғыда біреу-ақ қағып кетер еді ғой деп ойлады. Ең болмаса біреу тоқалдыққа қалай алмай жүр? Қайта тіл жоқ жақсы қатын не болса да соны айтып миыңды ашытпайды. Баласын тауып тірлігін істеп жүре береді деген оймен шуақтана жымиып қызға қарады. Айдидардың көзі, құлағы мен тілі сол жайнап тұрған жанарымен бәрін көреді. Не айтқысы келгенін ұқтырады. Кісінің не ойлаған сезеді. Көзі аман болсын. Еркектің өзіне қарап жылы жымиған көрді, бұл да жымиды. Екі бетінің сүт шұқыры ойылып, үсті сәл тершіп тұрған әсем мұрнының желбезегі жыбырлап қосыла күліп тұрғандай. Қара қастың астынан қою қара кірпіктер көмкерілген. Мөлдіреген жанардың тұңғиығына еркек қалай сүңгіп кеткенін байқамай қалды. Сұқтанып бойжеткенге қарады. Қыз еркектің өткір жанарынан бойын шаян шағып алғандай үрке сәл қабағын түйді де бұрымын артына сілкіп қалды. Қабағын түйген қандай керемет. Мына мақау тілсіз-ақ телбезердегі боянып-сыланған сайқалдарды жүзі орап алады деп ойлап тұрып тағы айран ішем деп белгі берді. Қыз түсініп үйге бастады. Еркек соңынан ілесті. Күбінің түбінде айран құйып тұрған бойжеткенді сыртынан қапсыра құшақтады. Қыз шошып кетіп айран құйылған ыдысын түсіріп алды. Ағаш тостақ есік алдына ұшып түсіп ішіндегі айран төгіліп қалды. Қыз төрге қарай секіріп кетті. Оның сәмпі талдай солқылдаған денесімен жыландай иретілген құндыз бұрымының қимылынан тұла бойы қозған еркек қызға қалай жетіп барғанын өзі де сезбей қалды. Құштарлық құйыны үйіріп әкетті. Алып дене талшықтай қызды басып қалды. Мылқау байғұс өзіне ғана тән жабайы даусымен өкіріп аяқ-қолмен алыпты сабалап жатты. Айдидардың абыройы табалдырыққа төгілген анасының айранындай айра-жайра болды. Сүт пісірім уақыт есін жиған еркек алшаңдай басып есік алдына шықты. Күн әлі төбеде шақырайып тұр. Есіне бас киіммен күртешесі түсті, үйге қайта кіріп еді. Қыз әлі сол орында бүрсиіп жатыр екен. Күн қағарымен сырт киімін кереге басынан алғаш қалпы суыт шыға жөнелді. Айдидар дәу еркектің өзінің тып-тыныш өмірінің күл-талқанын шығарып кеткенін іштей сезді. Орнынан атып тұрып, оның бетін тырнап алмағанына немесе маңдалаға тұра қашпағанына еркек айран асыр. Заты жуас әйел екен, әттең тілі болса келіскен қатын болайын деп тұр деген оймен атын шешіп жатты. Көрмеген пәлесі, істемеген сұмдығы аз. Түрмеден рақымшылықпен босап шыққан жауыз мұңлы қыздың осынша әлсіздігі өмірінде тұңғыш рет жүрегін езіп жібергендей сезініп аяғын үзеңгіге салды. Енді бұл маңда қала алмаймын. Мына сұмдықты әкесі білсе мені атып өлтіреді. Жоқ дегенде қысыл жағаларға ұстатып тағы темір тордың ар жағынан шығамын. Осы оқиғадан біраз уақыт бұрын ұлы жеңістің 40 жылдығы құрметіне кеңестер одағы бойынша 40 000 тұтқынға рақымшылық жасалған болатын.
соның жақсылығының арқасында мінекей босағанына 40 күн толмай жатып тағы ауыр қылмыс жасады. Көз алдында жас қыздың жанары, құлағында мүгедектің сыңсыған үні тұнып қалыпты. Өмірінде бірінші рет істеген ісіне өкініп, қорғансызға жасаған қиянаттан іштей шошынып, құла дүзге құйғытып бара жатты. Бойжеткен көк аттыдан келген сұмдығын есін күн ауғанда барып бір-ақ жиды. Құдай қонақпын дегенге сусын ұсынған азаматы мәңгілік шөлін қыздың арын таптап жөнмен кете барды. Төр алдында белінен соққы тиген жыландай иретіліп ұзақ жатқан қыздың есіне әкесіне мал қайыратын уақыты келіп қалғаны түсті. Басын көтеріп жан-жағына қарады. Үйдің іші қара көлеңке тартыпты. Сипалап жүріп манағы сұмдықтан шашылып қалған іш киімдерін жинап киді. Сүйретіліп тұрып сыртқа беттеді. Денесі әлсіздіктен дірілдеп басы айналды. Жармалы есікті шалқайта ашып жіберді. Үйге кешкі самал лап қойды. Айдидар әкесі келетін беткейге көз салды. Құлап келе жатқан отар көрінбеген соң үй жанындағы самаурынға беттеді. Қорғансыздықтан көрген қорлығы жанын қинап, көзінің жасы кеудесіне төгіліп жүріп, самаурынға су құйып от тұтатты. Екі иығы селкілдеп жүріп кернейін кигізді. Көзі жаспен бұлдырап беткейден құлап келе жатқан малды байқамады. Отарға ілесіп өріске кетіп, күн бата оралатын ақ құлақ пен сақ құлақ үйге ентелеп келіп, аяғына оралғанда әзер байқады. Өрістен оралған қой маңырап, қозы жамырап, оған әкесінің айтағы қосылып, иттер жарыса қол қайырып, үй маңы у-да-шу боп кетті. Осы көріністі Айдидар көзбен көріп, көңілмен қабылдап үйренген. Анасымен бірге отардың алдынан шығып жарыса жүгіретін. Иттердің келгенін көріп, көзінің жасын жеңімен сүрткен қыз беткейге қарады. Әкесі атын жетекке алып жақындап қалыпты. Айдидар енді бәрін тастап, қораның аузын ашуға жүгірді. Аяғын 2-3 қадам жедел тастап еді, жамбас тұсы сынардай болып ауырғаны. Екі қолмен белін басып отыра жолда орта қарғап сіледіп жылады. Көкеме не деймін деген ой басына сап ете түсті. Апам жоқта көкеме не деп айтамын деп ойлап орнынан атып тұрып қайта қораға беттеді. Әкесіне ілесіп мал жайғасқан болып үйге кірді. Дастархан жайып демдеді. Самаурындағы келі керелеңдеп әрі жүріп көтерді. Сейітқан шопан үйге беттегенмен сырт киіммен күн қағарын шешіп, қамшылағымен тарсылдатып келіп ұрып қақты. Барынша тазалықты кірпияз киімі тозғанымен емес, осылай қағып сілкіген бой-бой болып сөгіліп шығатын. Қамшысымен киімін кереге басына іліп, қызының құманнан құйған жылы суына жуынып, дастархан басына отырды. Шетін атласпен көмкерген дастархан бүгін наннан өзге ештеңе жоқ еді. Қызының ұсынған кесесін алып жатып, Айдидар, бүгін ыстық тамақ істемегенсің бе? Деп жұқалап қана сұрады. Күні бойы өрісте мал жайлап, қарны шұрылдап келген. Түсте талғажау етуге алып кеткен тағамы тандыр наны ғана. Қызының ісінген қабағын байқамады. Анасы болса, бір сұмдықтың болғанын сезе қояр ма еді? Әкесі ыстық тамақ сұрағаннан асып ештеңе демеді. Перзентінің бүгін көрген қорлығының жанына қарынның ашқаны деген не деп ойлады мұңлық. Содан қолмен ауырып қалдым деп түсіндірді. Әкесі нанды шетінен сындырып отырып, жарайды, өзіңді күт, шешеңге келіп қалар деп жауап берді. Пілте шамның алаң көйлеккесінде баласының бет-аузы анық көрінбеді ме? Әкесі қызға зер салып қарамады да. Айдидар түнімен көлденең көк аттына одан келген пәлені қайталап көріп дөңбекшіп шықты. Өзінше өкіріп жылады да. Күні бойы қой соңында шаршап, сілесі қатып келген көкесі қызының халінен хабарсыз күйі ұйықтай берді. 3 күннен соң оралған анасы да ештеңені сезбеді. Шіркін, тілі болса, сол көк атты жайлы айтып берер еді. Көкесіне іздестіріп таптырып, милицияға тапсырар еді ғой. Болған жайды қалай жеткізерін білмеген. Тұрса да ата-анасының қайғырып кетерін ойлаған Айдидар апасына сыр бермеді. Әйтпесе мылқаудың тілін анасы білер деген бар емес пе? Апасы да түсінер еді. Айдидар сол сұмдықты ұмытқысы келгенмен өкінішке орай табиғат заңы көлденең көк аттыны ұмыттырмады. Күздеуге көшкенде не ішсе де жақпай апта бойы қайталап тастап жүрді.
Айдай жаным-ау, неден ұшындың деп ойында ештеңе жоқ амасы асты үстіне түсті. Біраз күн Қазан-Ошақ маңында жолай алмай жүрегі айнып жүрді де ол қайтты. Содан кейін тіпті тәбеті ашылып ананың нан жегісі келе беретін болды. Құдай-ау, қайдағы шоқты аңсайды. Етті отқа қақтап жегенге дейін барды. Онымен кім сырлассын? Анасына болса да әлі бала көрінді. Өзі тіпті сол көк аттыдан екіқабат болып қалған жоқпын ба деп те ойлаған емес. Ондай жағдайдың қалай болатынын да білмейді. етеккірінің келер кетер уақыты болады дегенді ұқпайды да. Бір жерден оқып алғандай сауат та жоқ. Анасы да сондай жағдай болып қалар деп те түсіндіргенде емес. Әкесі екеуінің қолдан келері 3 ұл шешекте бөліп орнына туған жалғыз мақау қыздарын елден жырақта ұстау болды. Мектепке барады дейтіндей емес. Сондықтан өздері мал бағып, қайда көшсе де сонда алып жүрді. Анасы Айсырға жасында біткеннің келбеттісі еді. Әкесі Сейітқан көкпар тартып, күреске түсіп жүрген батыр болды. Қызының көркі анасына тартып сор болды. Ол бойжеткен сайын келген-кеткен еркектің көзі құрды. Тек әкесінен аяқтарын тартады. Әйтпесе бір құдай біледі олардың не ойлары барын. Ана мисқарын зоотехникте, мал доғдырда, тіпті перме бастығы да өзі Айдайдың көздерін сүзіп қарағанын анасы талай байқаған. Байқағанда шошыған. Жалғызын тас басына қойса қарғаңдайды, тал түбіне тықса түлкәңдейді дегендей болып барады. Қызы бойжеткен сайын Айсырғаның да жүрегінде бір қорқыныш өсіп келе жатқандай. Құтты орнына қондырып жібере де алмайды. Құлағы жоқ, тілі жоқ байғұсты қанша мөлдіреп тұрса да қай қатары қатындыққа ала қойсын. Тек баласы жүрген, қатыны өлген, шал-шауқан болмаса деп ойлағанда іші жидегедей болар де сорлы анасының. Сейітқанның қызына деген махаббатын, оның келешегін ойлағандағысы қайғысын шәлкөдегі жайлау мен қараталаның ойқыр ғана білетін. Ауылға жиын-тойға барып қалып құрдастармен кездесіп ақаңнан тартып алатын. Соның буымен жиренге міне сала малдауылға күнбе түнбе қарамай тартып кететін. Жол үсті кең даланың басына көтеріп ән салады. Содан бір кезде өзінің ит тағдыры сорлы әйелі ғаріп қызы есіне түсіп, қапалақтап атының жалын құшып аңырап кеп жылайтын. Оның күллі өмірінің запыранын қара жер көтеріп, арман мұңының үнін кең дала тыңдайтын. Астындағы жирен ат иесінің халін түсінгендей, үстінен ауып түспесін дегендей бір қалыпты бүлкілмен жүріп, жайлауына да қыстауына да жазбай алып баратын. Есік алдына келгенде осқырынып қалғанда үйден Айсырға атып шығатын. Күйеуінің атынан аударып алып арқалап үйге кіргізетін. Айдидар атты шылбарынан жетектеп қораға тартатын. Әкесінің ауылға барса осылай ішіп келетінін жанына жақпайтын. Онысын көкесіне бұртаңдағаннан артық түсіндіре де алмайтын. Бар болғаны солай атының ер-тоқымын сыпырып алып ақырға байлап жатып ағыл-тегіл жылайтын. Ешкім айтпаса да ата-анасының мұңдасып айтқан сырларын естімесе де жүрегі бір нәрсені сезетін. Әкесі, шешесі өзі. Осы үш тағаның өмірінде бірдеңе дұрыс емесін ата-анасының жанарынан оқитын. Ол бақытты өмірдің, төрт құбылас түгел болудың қандай болатынын әрине білмейді. Бар білетіні өздерімен араласатын қойшы-малшының күнделікті тірлігі. Көзін ашып көргені әке-шешесі, отар қой, моншақты ірі қара 4-5 жылқы. Солардың төлдері, оның достары. Жылына 2-3 рет қана ата-анасы атқа мінгестіріп ауылға апаратын. Онда өзі сияқты ұл-қыздарды көреді. Олармен ойнайын десе, олар мұны түсінбейді. Өздері сөйлесіп, бірін-бірі қуалап ойнайды. Бұл да араласып ойнайын десе, тілдерін шығарып, итеріп шеттетеді. Мақау деп мазақтайды.